Әңгіме: періште мен сәби. Сәлем, тұтқаны тастамашы өтінемін. Саған не керек? Уақытым жоқ, тезірек айт. Мен бүгін дәрігерге бардым. Жүктілігім расталды. Ал мен не істей аламын? Тезірек құтыл. Сенің проблемаң маған керек емес. Дәрігерлер жасанды түсік жасатуға енді кеш дейді. Менің телефон нөмірімді де, мені де ұмыт. Алло. Кері қоңырау шалып еді, телефон сөндірулі болды. Бұдан кейін де талай телефон соқты. Абонент байланыс аясынан тыс жерде немесе сөндірулі деген жаттанды дауыстан өзге ештеңе естімеді. Арада 3 ай өтті. Сәлем балақай деген жылы дауыс құрсақтағы баланы дір еткізді. Сен кімсің? Мен сенің қорғаушы періштеңмін. Сен мені кіммен қорғайсың? Мен осында анаммен біргемін ғой. Сен сондай сүйкімдісің. Қалың қалай? Мен жақсымын. Тек анам күнде жылайды. Оған мән берме. Ересектер әркез бірдеңеге көңілі толмай жүреді. Көбірек ұйықта, күш жина. Ал сен менің анамды көрдің бе? Ол қандай? Әрине, мен әрдайым қасымдамын ғой. Ол әдемі, жап-жас. Арада тағы 3 ай өтті. Періште, сен осындасың ба? Анама бүгін тіпті қиын боп тұрған сияқты. Күні бойы жылады, өзіне өзі ұрсады, қайта жылайды. Ал сен мән берме оған. Жарық дүниені көруге әлі дайын емес сияқтысың. Қорқамын, анам мені көргенде одан ары ашулана ма деймін. Жоға, ол сені көргенде қатты қуанады. Сен сияқты баланы көргенде бір бақыт. Періште, айтшы, жарық дүние ол қандай? Қазір бұнда қыз, аппақ қар. Сен оны жақында өзің көресің. Менің көргім келеді. Мен дайынмын. Қанеки, балақай, мен сені күтемін. Көмектесіңдер. Кім бар? Ауырып барады. Сәби өмірге сап-сау болып, ешкімнің көмегінсіз-ақ тез-ақ туылды. Анасының қиналғанын көргісі келмеген тәрізді. Сол күні кешкісін-ақ қала шетіндегі тұрғын үйлердің шетіне шықты екеуі. Маған ренжімеші, балам, қазір заман қиын. Мен сенімен қайда барамын? Менің өмірімнің күл-талқаны шығады ғой. Ал саған бәрібір. Сен тезірек ұйықта, көзіңді жұм да ұйықта. Анасының даусы алыстаған сайын бұның тұла бойын суық кернеді. Періште, менің анам қайда кетті? Тоңып барамын. Қамықпа, қазір келеді. Періште, ал сенің даусыңда неге діріл бар? Сен де жылағансың ба? Саған солай көрінген шығар балақай. Сен тек ұйықтама, қатты жыла. Жоқ, періште, анам маған ұйықта деді. Мен жыламаймын. Даусыңды шығарып жыла, балақай. Анаң сенің адасып кетті. Дәл осы уақытта 5 қабатты тұрғын үйден ерлі-зайыпты екеуі таласа-тармаса сыртқа шықты. Сен қайда барасың? Қас қарайып кетті. Қаншама отбасы баласыз-ақ өмір сүріп жатыр емес пе? Ештеңе етпес. Жоқ, сен мені түсінбедің. Маған еріп жүре берші. Қайда? Білмеймін. Тек менің қолымнан біреу жетектеп келе жатқандай. Жарайды, сенің айтқаның болсын, тек соңғы жолы. Әйел тез-тез адымдап келеді. Күйеуі артында сөйлеп барады. Сен мені қорқытайын дедің. Ертең дәрігерге барамыз. Тыныш, біреу жылап жатыр. Естисің бе? Екеуі тыңдап тұра қалды. Я, ана жақтан естіліп жатыр. Періште, сен қайда болдың? Мен әдем тондым. Жылай бер балақай, анаң сені таппай қалды. Даусыңды естісің, қазір келеді. Құдайым-ау, мынау шынымен де бала ғой. Ол тоңып қалыпты. Тезірек үйге апарайық. Қымбаттым, Құдай бізге бала сыйлады. Періште, менің анамның даусы өзгеріп кеткен бе? Балақай, үйрене бер. Бұл сенің шын анашыңның дауысы.